еңсегей бойлы ересім. Еңсегей бойлы ересім, есім сені есірткен, есілде менің кеңесім. Ес білгеннен есім хан, қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Ертеңгі күн болғанда, елің кеңес құрғанда, айналып ақыл табарға, есік теге ебесін. Сонда ханым не десін? Мен жоқ болсам есім хан, ит түркіні көресін. Жиенбет қайда дегенде, не деп жауап бересің? Мені менен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыспенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайындай. Көруші едім есім хан, ханымды күнім сіздайымдай, сырым саған түзуді садыққа салған бұлыңдай. Жұмыскерің мен едім, сатып алған құлыңдай, жүруші едім араңда, өзіңнің інің менен ұлыңдай. Мен өлсем, құнсыз кетер демесен, кешегі өзіңнің ұрып өлтірген Тілеуберді құлыңдай. Тілеуберді құлың мен емес, мұның ханым жөн емес. Менің ер екенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды